Қайырлы күн, жақсыларым. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Баспа ауруы, ангина, хронический танзилит ауруымен қалай күресудің жолын сіздерге үйретпекшімін. Ол осы аурулардан жазылу үшін 3 күнде емделіп шығуға болатын рецепт. Бірінші дәкемізді аламыз. Бұл дәкені алып, осылай кесіп алып, алған соң бас бармағымызға орап алған соң луголь ерітіндісін осы дәкеміздің үстіне тамызамыз. Осы тамызғыны ауырған 2 гландымызды сүртеміз. Осы ерітінді арқылы бірінші обработка жасап аламыз. Екінші этап ол бізде фурацилин деген дәрі. Бұл осы фурацилин ерітіндісін ертіп алып, осы ерітіндімен күніге 5 рет тамағымызды шаятын боламыз. Және де үшінші этап ол стрептоцит деген дәрі. Бұл осы дәріні алып, ас қасықпенен 2 ас қасық алып, үгіп, осы дәріні 1 таблетканы үгіп алып, кішкентай қасыққа осы үгіндіні салатын боламыз. Осы үгіндіні 2 гландымызге оң жағына, сол жағына 2 реттен салып жібереміз. Және бұл осы үгіндіні 5 минуттай тамағымызда ұстайтын боламыз. Және бұл 5 минуттың көлемінде еріп болған соң, әрі қарай бұл ерітіндіні жұтып жібереміз. Бұл стрептокок бактерияларын жоюға көмектеседі. Солай осы баспа ауруын емдеп жазаламыз. 3 күннің көлемінде ешқандай аурумен ауырмай, аурудан жазыласыздар. Денсаулық зор байлық. Денсаулығымызды қыстың күні қырауда сақтайық. Менің каналыма подписка жасап, және комментарий, лайк